Сәлем. Сәлем. Жаным. Қазір екеуміз тәтелерге арнап видео түсіреміз, е? Окей? Қане бастайық. Сәлем сұлулар, менің есімім Маржан. Қазір мен өзімнің екінші жүктілігімнің 38-ші аптасындамын. Менің толық болып отырғаныма мән бермеңіздер. Осылай жүктілік кезінде артық салмақ қосып алатыным бар. Бірінші жүктілігімде де 20 килограммға жуық қосып алғанмын. Бірақ соңынан кейін 2 ай өткеннен кейін қайтадан өз қалпыма келдім. Өзімнің қалыпты салмағым негізі 50 килограммнан аспайтын. Осы жолда дәл солай 20 килограммға жуық салмақ қосып алдым. Бұйырса, босанғаннан кейін қалпыма келемін деп ойлаймын. Қазір мен перзентханаға дайындалып қойып, өзімнің срогымды күтіп отырмын. Және де мүмкін мен сияқты болашақ аналарға пайдалы болар деген үмітпен шын мәнісінде перзентханаға қандай заттар керек емес, сол жайында видео түсіре кетпекпін. Егер де сіздер қызықты болса, онда видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Барлығы перзентханаға 3 сөмке керек болады. Қазіргі кезде дайын сөмкелер де сатылады. Бірақ та өзім жинаған маған ыңғайлы сияқты болып көрінді. Сол себепті өзім барлығын салып дайындап қойдым. Арнайы прозрачный сөмкеде сатып алған жоқпын. Үйде бар қарапайым пакеттерде жарап жатыр. Қазір мен әрбір пакетті көрсетіп, әрбір пакеттің ішінде не болады және ол зат не үшін керек, сол жайында талып айтып кетпекпін. Міне қыздар, алғашқы сөмке босанатын жерге арналады, яғни родильный зал деп айтады. Мен мына жерге бірінші пакетте өз тізімін жасап қойған, барлығын көрсетемін. Ең бірінші толғағымыз басталған кезде біз перзентханаға келеміз. Қабылдау бөліміне кірген кезде бізді алмасу картамыз арқылы тіркеп алады. Одан кейін жаңағы айтқан родильный залға жібереді. Ол жерге барған кезде біз сырт киімімізді шешіп, жеңіл, босанғанға ыңғайлы және емізгенге алды ашылатын үш көйлек немесе жеңіл халат аламыз. Және де аяғымыз тоңса носки және де резиновые тапочки аламыз. Келесі бізге керек зат ол үлкендерге арналған жөргектер, взрослые подгузники. Бұдан 3 данасын алсаңыздар жетеді, артығымен алсаңыздар да болады. Яғни суымыз кеткен кезде, босанғаннан кейін киеміз. Және де алғашқы түні етек көп келген кезде де киіп жатуға болады. Келесі затымыз ол одноразовые пеленки, яғни бір реттік төсеніштер. Бұны енді өзіңіз білесіз, алсаңыз да болады, алмасаңыз да болады. Бұны өзіміздің астымызға да жататын жеріміз болған қамас үшін төсеуге болады. Және де баланың киімін ауыстырған кезде де төсегенге өте ыңғайлы. Келесі зат ол қағаз орамалдар. Ішінде 2 данасы болады бір қаптамада. Біреуін медперсонал бізді босандырғанда қолданады. Екіншісі өзіңізде қалады, қолыңызды бетіңізді сүрткенге. Одан кейін дәретхана қағазы және де аман-есен сәбиіміз дүниеге келгенде оны кигізетін киімдері. Ең бірінші бір қабат пеленка, одан кейін жөргек. Бұл сөмкеге мен 2 данасын ғана салдым жөргектердің. Памперс, яғни подгузник. Одан кейін ішкі киім, сыртқы киім, бас киім, антицарапки және де шұлығы. Алғашқы сөмкеде болу керек тағы да бір затты қыздар ұмытпаңыздар. Ол бізге жарты немесе 1 литрдай газдалмаған ауыз су. Өйткені біз толғатқан кезде аузымыз құрғап шөлдеуіміз мүмкін. Және де егер де толғақ ұзаққа созылып жатса, тіске басар ретінде печенье сияқты бір тағамдарды да салып алуды міндетті түрде ұмытпаймыз. Енді екінші сөмкемізге көшетін болсақ, бұл жерге бізге палатаға ауыстырады. Яғни баламызды аман-есен сәбиімізді босанғаннан кейін палатаға ауыстырады. Сол жерге керекті заттар ең бірінші ол біздіге өзіміздің киіміміз. Ыңғайлы халат, немесе өзіңіз білесіз басқа да киім. Одан кейін түнге кигенге пижама немесе іш көйлек, одан кейін бет орамал. Одан кейін іш киімдер, оның ішінде жылы нәски салып қойсаңыз болады. Емізуге арналған бюстгальтер менде іш киімдер және де бұл жерде резиновый тапочканың орнына өзіміздің үйде киетін ыңғайлы тапочки киеміз. Одан кейін бізге керекті заты ол прокладки, яғни
итекіріміз көп мөлшерде келеді алғашқы күндер. Сол үшін мен Always Ultra Night түнге арналған бір қаптамасын бірақ салдым. Бізде керекті маңызды зат ол ыдыс-аяқ. Біз ол жерде палатада 3 күндей жатамыз. Сол кезде тамақ ішкенге, шай ішкенге ыдыс-аяғымыз. Одан кейін мына бір зат ол омырауға арналған төсеніштер, прокладки на грудь. Ішінде 30 дана, яғни 15 пар тұрады. Бұны барлығын алмай қойсаңыздар да болады. Әсіресе егер де сізді алғашқы жүктілігіңіз болса, сізге бірден сүт көп мөлшерде келмейді. Келесі біз баламызға жөргектер. Бұның да бір қаптамасын бірақ ала салсаңыз болады. Мен осы жолы тағы да Huggies Elite Soft таңдадым. Бірінші қызымда да осыны қолданған болатынбыз. 5 килограммға дейін. Бұл жөргектерден бізде ешқандай қызарытып, бөртіп, раздражение болған жоқ. Және де бағасы да қолжетімді және кез келген супермаркеттен алуға болады. Сол үшін осы жолда осы Huggies Elite Softқа тоқтадық. Келесі ол дымқыл салфеткалар. Сонцейлона маркасын ала салдым. Келесі заттар ол балаға арналған киімдер тағы да. Бірнеше, 1-2 пеленка, жұқа пеленка, қалың пеленка өзіңіз мезгілге қарай таңдайсыз. 1-2 киім, 2-3 бас киім, 2-3 антицарапки, 2-3 носки, шұлық. Келесі ол өзімізге гигиеналық заттар, яғни сабын, тіс щеткасы, тіс пастасы, тарағымыз. Гигиеналық заттардың ішіне мен бипантен жақпамайын салып қойдым. Бұл өте қажет зат. Біріншіден балаңыздың жаңағы сияқты жөргектерден көтені қызарып кетпес үшін, бөріп кетпес үшін соны жағамыз. Және де алғашқы күндері емізгеннен омырауымыз жарылуы мүмкін. Сол кезде омырауға жаққа да пайдаланылады. Тағы да бір өзімнен лайфхак айта кетер болсам, бұны ерін жарылған кезде де, шынтақтарың жарылған кезде де жағып қойсаңыздар өте жақсы көмектеседі, әсіресе суық мезгілдерде. Егер де сіз боянатын болсаңыз, онда косметичкаңызды алуды ұмытпаңыз. Бұның ішінде мен барлық косметикаларымды салып қойдым, себебі бірінші жүктілігімде әлі есімде косметичкамды алмай барғам. Одан кейін выписка болатын кезде, яғни шығаратын кезде, енді естелік суреттер болады дегенде әлеуметтік желіге саласың. Сол кезде жолдасыма айттым, косметичкамды алып беріп жібер десем, ол ұмытып кетіпті. Сонымен жүгіріп аннан-мынан косметика сұрап, әйтеу бірдеме ғып тез боянып шыққан болатын. Осы жолы бірінші кезекте өзімнің косметичкамды салып қойдым. Енді осы сөмкеде болатын келесі зат ол әрине біздің телефонымыз бен зарядкамыз. Енді оны ешқайсымыз ұмытпайтын шығармыз деген ойдамын. Сонымен енді 3-ші пакет жайлы айта кетсем бірден, себебі оны көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі ол пакеттің ішінде бізге выпискаға арналған заттар болады. Яғни шығарған кезде өзіңізге және сәбиіңізге киетін киімдер, оны дайындап пакетке салып жолдасыңызға, үйдегілерге айтып кетесіз, қай жерде тұрғанын. Сол дайын пакетті сізге алып келеді шығаратын күні. Қыздар, барлық керекті заттарды ұмытпай көрсеттім деген ойдамын. Сіздерге пайдасы тиіп жатса өте қуанышты боламын. Алдағы уақытта да тағы да бала күтіміне байланысты, босанғаннан кейін балаға қандай заттар керек болатын жайлы тағы да видео түсіру жоспарда бар. Барлықтарыңызға жеңіл босанып, қол-аяқтарыңызды аман есен бауырларыңызға алыңыздар деп тілеймін. Өздеріңізге және сәбилеріңізге денсаулық тілеймін. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.